Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге балықтың уылдырығынан котлет жасауды видео ретінде бөлісетін боламын. Балықтың уылдырығын тастамай, осындай бір ыдысқа салып, вилкамен араластырсаңыз, пленкасы бөлініп шығады. Пленкасын алып тастап, бір жұмыртқа, тұз, қара бұрыш, ұн салып, вилкамен жақсылап осылай бір келкі масса болғанша араластырамыз. Табаға азғантай май құйып, қызып тұрған майға орташа отта екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Тез піседі. Балық қуырған кезде уылдырық бар болса, осылай жасап көріңіз. Бір жасағаннан кейін қайтадан уылдырықты тастамай котлет жасайтын боласыз. Балалар да өте жақсы көреді, тез желініп кетеді. Жасап көріңіздер, ұнаса менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.